қалай қомақты ақша табуға болады. Сіздермен бүгін 10 тиын көлемінде ақиқатты білімді берейін. Бір дама сөз бар: ақшаны тапқан емес, осыны ақшаны шеберлікпен жұмсаған адам табысты болады деп. Ақшаны ақылды жұмсау, ақшаны сауатты басқару болып табылады. Қаржылық сауаттылық деген сол. Міне, сіздің табысыңыз айлық осы 10 теңге көлемінде дейік. Бір бөлігін сіз өз санаңызды дамытуға жұмсаңыз. Адамның басты міндеті өз санасын дамыту. Қалған дүниенің бәрі екінші орында дейді. Қалған ақшаның 2-ден 3 бөлігін, яғни 60 тиынды өзіңіздің өмір сүру қажеттіліктеріңізге жұмсаңыз. Яғни тамаққа, киімге, квартплатаға, тағы сондай қажеттіліктеріңізге жұмсаңыз. Тағы бір бөлігін адамдарға көмектесуге, қуаныштарын бөлісуге жұмсаңыз. Сіздің қолыңызда 2 теңге қалды. Осы 2 теңге сіздің айлық ресурсыңыз. Осы 2 теңгеге көлемінде ғана несие, ипотека алуға болады. Кредит төлемдеріңіз осы айлықтарыңыздың 2 бөлігінен асатын кредитті алмаңыздар. Ақшаны дәл осылай 10 тиындар мысалында жұмсау ақшаны сауатты басқару болып табылады. Қаржылық сауаттылық деген осы болады, достар.